менде бір әйел адам жұмыс жасайды да, оның жасы 48-де. Ол 1 миллион ақшасын айлығын жинаған. 1 миллионды алдыңыз не істейсіз десем айтады, менің қызым 17 жаста, 2-ші курста оқиды, мен соған iPhone алып берейін деп жатырмын. Мен айтамын, өзіңіз не қалап едіңіз? Мен жалпы дейді, демалғым келген шетелге, теңізде өмірде демалмағанда. Неге демалмайсыз? Жоқ, қазір қызым iPhone керек болыпты. Айтам, сіздің қызыңыз жасы 17-де, оның бүкіл өмірі алды да. Сіздің бүкіл өміріңіз алды да ма? Яғни бұл жерден қандай мәселе? Ең үлкен проблема неде? То есть мен айлығыма өз арманымды ысырып тастап қызымды әпердім. Қызым қуанып тұр, вроде да. Но бұл жерде әйелдің өз арманы сырылып қалған, бірақ қызымды қуантамын деп тұр. Бірақ қыз не көріп тұр? Айфонның эмоциясы ол 5 минут. Қыз көріп тұр бақытсыз шешенің образын. Мен үшін құрбан болған шешем. Бұндай қыздардың өкінішке орай ешқашан бақытты болуға хақысы болмайды. Олар рұқсат бермейді өзіне. Мама, сен қайғырдың, мен де қайғырып жүрмін. Мен жетісіп жүр деп ойлама. Мен де жеткізе алмай жатырмын. Мен де қиналып жатырмын. Менің де күйеуім сондай. Яғни біз анамыздың бақытсыз образын өмір бақи бейсаналы түрде қайталай береміз.